Ғасынан қасірет тартты. Бір кеште 154 адам көз жұмды. Өкініштісі сол көптің ішінде жерлесіміз Мәдина Шерниязованың да болғаны. Шетте жүрген Мәдина бірнеше тіл білген. Телеарналар үнемі қолқа салып бағдарламаларға шақыратын жанып тұрған жас еді деп еске алады достары. Мәдина Шерниязова Сеулдегі ең үздік жоғары оқу орындарының бірінде магистратурада оқыған. Достары белсенді әрі ашық жарқын еді деп еске алады. Дәмеле Аханова құрбысының қазасы туралы елшілік қызметкерлерінен естіген. Чем-то занималась, всегда была занята, всегда говорила о том, что... Үнемі бір іспен айналысып, қолы босамайтын, жоспары көп еді. Бірнеше тілді білетін, қазақ, орыс, ағылшын, кәріс тілдерін. Өте батыл қыз, өйткені мұнда өз бетімен келген. Ата-анасы көмектесіп тұрды, дегенмен туыстарына көп арқа сүйемейтін. Ағылшын және корей тілдерінде еркін сөйлейтіндіктен Мәдинаны телебағдарламаларға жиі шақырып тұрған. I feel a really big difference between original kimchi and I want to say that I really like this one powder. Девочка очень хорошая, она закончила нашу школу-лицей. Өте жақсы қыз. Мектеп лицейімізді тек 4 пен 5-ке бітірді. Сеулде оқып жатқанын білдік. Үнемі түлегіміз ретінде оны мақтан тұтатын едік. Кеше осы қайғылы хабарды естідік. Осындай жастар кетіп жатқаны қайғылы. Мәдинаның ата-анасына көңіл білдіреміз. Достарының айтуынша, Мәдина бос уақытын магистратурадағы оқуымен жұмысына ғана арнаған. Тынығуды білмейтін. Алайда 29 қазанда досымен бірге Итевон ауданына бір уақ серуендеуге шығады. Адам қарасы көп болғандықтан үйлеріне оралуды ұйғарады. Бірақ метро станциясына жету үшін тар көшемен жүруге тура келіпті. Аяқ астынан артымызда дауыстар естіліп, жұрт алға ұмтылды. Осы кезде Мәдина менің қолымды жіберіп алды, ал мені жұлқып, алға алып кетті. Мәдина көзімнен жоғалып кетті. Бір-бірімізден айырылып, оны таба алған жоқпын. Артымнан дем алмайтындай қатты қысып жатты. Өзім құсып жібердім. Басым айнала бастады. Қасымда тұрған қыздар есінен тана бастады. Өйткені бойлары төмен болғандықтан тыныс алу одан да қиын. Осы кезде Мәдинада тап осы халде екенін түсіндім. Өзім де өміріммен қоштаса бастап едім. Бірақ осы кезде мені өрт сөндіруші шығарып алды. Гибом абыр-сабыр кезінде телефонын жоғалтып алыпты. Сондықтан Мәдинаға қоңырау шала алмады. Көп іздеп табанынан таусылады. Сөйтіп жүргенде оны өрт сөндірушілер оқиға орнынан алып кетіпті. Таң атарда қаралы хабарды естиді. Бұл жай ермек, жұрт сыртқа шығып, бірге көңіл көтереді. Кез келген күнде болуы мүмкін еді. Жастар осы мерекені ұнататындықтан тап сол күні көп адам шықты. Қазір достары Мәдинаның заттарын жинап жатыр. Пәтерінде тоты құсы болған. Енді оған достары қарайлайды. Көп ұзамай марқұмның денесі Ақтөбеге жөнелтіледі. Оған дипломаттар бар күшін салып жатыр. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, Оңтүстік Корея.